Ассаламу алейкум, Металл КЗ каналын тіркілушілер және қонақтар. Бүгінгі видеоролигімізде біздер осындай транзисторларды ашамыз. Олар негізінде әртүрлі размерлер болады. Үлкендері, одан да үлкендері болады. Орташа варианттар, кішкентай варианттар бар. Сол енді менде алдында көбіректеу еді. Соларды мен ашып, мыстарды мысқа салып, енді азғантай бір жиналған транзисторларым бар еді. Соларды енді қалай ашатынын көрсетейін. Міне, мен ең біріншіден мен өзім негізінде мынаны ашатын варианттар өте көп қой. Бірақ мен осы вариант қолданамын. Жалпы менде кескимде бар еді, бірақ қазір мен балконда бір перестановка жасап отыр едім. Кескені мен алып тастадым. Осыны мен осылай алып тастаймын. Екі жан-жақ қапталдарды тастаймын. Одан кейін мына жерлерде балғамен соғамын. Екі жақ. Міне, бұл ашылды. Негізінде ең жақсы вариант қолданатын «Золотые увлечения» деген канал бар. Ссылканы мен описанияға қалдырамын. Сол жерден қарасаңыз болады. Өте керім вариант. Ең оп-оңай вариант сол деп ойлаймын. «Золотые увлечения» деген каналда. Мен мынаны аштым. Сосын, міне, мынаның ішіндегі мынау сарғайып отқан мына кристалл болады. Сол кристалдың үстінде көрініп тұрған шығар сізге. Мінекей мынау алтын сарғайып отқан. Мінекей көрініп тұр, сарғайып жылтырап тұр. Сосын мінекей мына жерде мінекей сарғайып тұрған бұл алтын. Мындай көп транзистор болады, ішінде алтындары жоқ. Бірақ осы серияда алтыны бар. Және де мінекей мына крышка мен корпус бұл мыс. Мына алтынды горелкамен алады. Мына жан пассатижбен сап, горелкамен ысытсаңыз, мына өз-өзімен түсіп қалады. Сол мына зат полный солаймен мысқа кетеді. Мына алтынды бөлек жинап аласыз. Так, біреуін мінекей аштық. Енді міне осылар мен өзім дәл осындай вариантпен аша беремін. Мына екі жақтан қысқашпен ұстап, тусачкамен ұстап. Ең бірінші бірақ мыналарды алып тастау керексіз. Мына қапталда тұрған. Себебі ол керіліп тұр, оған ол жібермейді, әйтпесе соқсаңыз. Мынаны қарап жіберейік, қалай ашылады екен. Мынау басқаша екен. Негізінде ең оп-оңай нәрсе бұл тискемен қысып, сол дұрыс болады. Енді мынаны қарайық, қалай болады екен. Бисмиллах.
жанға қысап сынады ғой. Ал міне мынаның ішінде мысалы дым жоқ. Мына жаңаға бірінші сындырғанымызды мінекей. Мына жерде алтындар болса, мынаның ішінде ештеңе жоқ. Бірақ солаймен біздер мысқа саламыз. Мыс. Айырмашылығы осындай. Мынауды дәл сондай сындырамыз. Оны енді бірақ дәл көрсетпей қойым. Екеуін сындырдым ғой, примерно көрсетіп. Одан кейін мінекей, аларға көшейік. Олар сәл кішілеу, бірақ олардың да мінездері бар десек те болады. Онда ешқандай нетпейміз. Жайлап қысқашпен мынаны алып тастай береміз. Мынаның ішінде бір порошоктар болады. Оны біз қояйық. Просто көрсетейін. Тек көрсетейін. Мына порошоктарды алып тастайсыз. Ішінде алтыны жоқ. Оны бірақ біздер қайда мысқа саламыз. Мынау бөлек, мынау алтыны бар. Бөлек қояйық мына жерге. Мынау ашылмаған. Так, осыны аштық. Мынау дәл сондай. Ішінде жаңағыдай несі бар. Мынандай порошоктар бар. Оны ашпай қояйын мұнда. Қалдырайым. Енді мыналар ең оп-оңай ашылатын мінекей осы заттар. КТ-801Б дейді аты. Оны тек қана бүйтіп аламыз да. Қысқашпен қыссаңыз, өзімен ашылып кетеді. Мінекей уже ашылып бастап отыр. Отверткамен бір шұқып жіберейік, болды, ашылды. Оның ішінде де мінекей мынандай сарғайып жатқан алтын бар. Көрініп тұрған шығар сізге. Бұл алтын. Олар кейбіреулер даже былай да шыға береді. Міне, қысқашпен суырып алдым оны. Мінекей. Мынау алтын. Асты дым жоқ, бірақ үсті мінекей мынандай алтын. Мынау енді оп-оңай ашылатын нәрселер. Так, мен мынаның үстіне қоя салайын. Мыналарды сірә мысқа тастаймыз. Мынау мыс. Міне қызарып тұрды да, көріп тұрған шығар. Қызарып тұрған шеттер. Мыс. Так, одан кейін мінекей. Так, тағы да біреуін сондай ашайын. Көрсетейін. Екіншісін. КТ-801Б дейді. Қысқашпен ашылады просто. Бір қысып, екі қыссаңыз. Одан кейін отверткамен шұқып жүрсеңіз, мінекей. Бұл ашылды. Онда ішінде мінекей мынандай алтыны бар екен. Міне. Сарғайып тұр, көрініп тұр. Оны біз кусачкамен бүйтіп алып тастаймыз қазір жайлап. Мынау алынбайым деп тұр.
Онда негізінде горелкамен ысытып, өз-өзімен түсіп қалады да. Жарайды, оны нетпей қоям шықып. Алтыны кетіп баратыр ол. Міне осы. Горелка керек болып тұр оған. Горелканы жағып жіберіп тек. Өз-өзімен түсіп қалады. Так, мынау мыс. Мына жаққа қалдырайын. И жаңағыдай мінекей ең кішкентайлар диодтар болады, транзисторлар. Онда әрине оларда қысқашпен ашылатын заттар ол. Оған ешқандай күш керек емес. Басатыш сәл бассаңыз ашылады. Бұның ішінде дым жоқ. Мінекей. Аппақ болып тұр. Кейбіреулердің ішінде негізінде мыналар сарғайып тұрады. Мыналар өкінішке орай ағарып тұр, бірақ енді сонда мысқа кетеді. Мыс. Мінекей мынандай заттарды біз пассатижбен аламыз. Енді мен қазір пока телефонна камераны айырып тастаймын. Бәрін істеп болайым, нәтижесін көрсетемін. Құрметті көрермен, мына арада бір 20 минуттай өтті. Мына жаңа диодтарды бәрін аштым. Мыналарды енді ашқан жоқ, ішінде мындай порошоктар шыққасын. Бірақ мына солаймен мыс, іші тап-таза. Мысының екеуін ашпадым, қалдырдым. Қалғандарын бәрін аштым. Ішінде мына алтындары жоқтарын бәрін мысқа саламыз. Түгіл бәрі де мыс. Кішкентай болсын, үлкен болсын, бұл мыс. Салмағы бір 200 грамға жақын. Кәдімгідей апауыр салмағы бар. Тап-таза мыс. Мына жаңағыдай мына ішінде алтындарын барын мен пока бөлек жинаймын. Себебі ертең горелка болған кезде сонымен горелкамен жайлап мыналарды ысытып, мінекей мына 4 бұрышты мына бәрде алтын сарғайып отқан. Жаңа біреуін бөлек жасаған кезде мына жерде мінекей түсіп кетті өзі. Міне. Сол 4-еуін бөлек жинаймын, кейін горелкамен мыналарды алып тастаймын. Және мінекей мынандайлардан жаңағыдай ортасыншы варианттар транзисторлардан мінекей мыналардан. Қазір көрсетейін. Мінекей осындай болып шықты. 4 осындай шықты. Ода мінекей алтын жалатқан детальдер. Соны жайлап жинай береміз. Көбіректеу жинаған кезде афинаж қылармыз. Енді бірақ афинаж мен жасап білмеймін де, шынын айтқанда. Бірақ елімізде афинажбен айналысатын азаматтар бар шығар деп ойлаймын. Мінекей осындай бүгінгі видео. Егер де видео қызық болса лайк басамыз. Әрине міндетті түрде комментарий жазамыз. Алдыңғы видеоларымызда біздер тағы бір қызық нәрсені ашамыз. Бірақ оны пока мен ешкімге айтпай қойым қандай екен. Азғантай болса бір құпия болсын, қызық болсын. Сау болыңыздар. Еліміз аман, еліміз тыныш болсын.